Бүгінгі біздің тапсырыс бойынша біз құрастырмалы дөңгелекті Arduino'ға байланысты бөлшек жібердік. Енді ол бөлшекті қарау үшін бірінші упаковкасын ашамыз және тексеріп аламыз. Мұнда 4 дөңгелек бөлу керек және қосымша мотор, средний моторлар және платформасы болу керек. Ашып қарайық. Бөлшектерді. Bir кіші мотор, средний мотор, және дөңгелек. Екінші средний мотор, дөңгелек, және қосалқы болттар, толықтыратын болттар. Және оның басқару несі, питаниесі. Және оның құрастыратын негізгі корпус. Robot Kits бөлім бойынша бот. Бұл күн батареялар арқылы жұмыс жасайтын солнечный батарея бердік арнайы жоба үшін. Бұл 6 набор болады. Основной мұның негізі бір бақты тек күн арқылы жасайтын. Құрастыру бөлігі 4 бөлік бойынша көрсетеді. Қазір мен қорапшасын ашам, сіздерге көрсетем. Сіз көріп отырғандай қорап бойынша бұл 4 бөлікті тұр. Бізде қосымша детальдер болса, бірінші күн батареясы арқылы пайдалануға болады, екінші суда дермен арқылы, және яқты су және көлік түрінде қолдануға болады. Енді ішкі бөліктерін қарайтын болсақ, ішкі құрылыс деталі бәрі пластикалық заттардан тұрады. Және күн батареясы, кішкентай бөлігінде күн батареясы. Қалған детальдар барлығы зиянсыз табиғи пластиктен жасалған. Оны өте ыңғайлы, салмағы өте жеңіл. Бұның артында көптеген нәрселер бар. Енді қазір толық тоқталам, әртүрлі нәрсе. Негізгі дөңгелектер біз бұл тапсырысты берген себебіміз Lego майстыры бойынша әртүрлі жарыстар бар. Түзу бойымен жүру немесе басқа да сайыстар болса қолдану үшін бұл дөңгелекті арнайы бердік. Ол 270 теңге болды. Енді содан кейінгі берілетін бізде Arduino бойынша көптеген жобалар болады. Осы жобалар бойынша қарастыратын болсақ, ультра датчиктер бар. Бұл әртүрлі нәрселердің қозғалыс кезіндегі іс-әрекет болған нәрсе сол зерттеу үшін қолданатын жобаға керек дегендіктен 3 датчик бар. Және бұнда келесі күн батареясы бердік. Мұнда Arduino негізгі бөліктер тұрады. Бұлардың қарау үшін. Және мұнда бізде фоторезистор бердік. Оның бағасы сіздерге айтайын 48 теңге тұрады. Ол күн сәулесін алыстатып немесе төмендеткен болса қарауға болады фоторезистор. Ал енді мынау біздің қалай айтып отырсақ, бұл бізде берілген бағасы бойынша айтайын сіздерге. Светодиодный 4 бөлігін бердік. Әрбір бөлігі бұл бізде 55 теңгеден тұрады. 4 түсті таңда 4 бөлігін бердік. Ал енді мына қосымша бізде радиотехника байланысты көптеген нәрсе жұмыс жасаған кезде кислоталарды қараймыз деп сол әртүрлі бөліктерін қарадық. Негізгі тапсырыс бойынша бір кислота берген. Қазір. Кислота бөлікпен қарасаңыздар. Әрбір жұмыс жасағаннан кейін қосымша бір тазартқыш жұмыстарын жасаған кезде осындай бөліктерді қолданамыз. Бұл өте жақсы, болашақта бұл нәрселерден пайдаланып қараймыз.